ben Avrupa'da tam ülkeler bilmiyorum. Bunu sakın anladı. Aşağı var bu. Akma kurup bir şey faydalar. Hayırdır. İşte. Atacağım bir anı da çıkarım diye çıkıyor mu? Kim gördü? Tanrı. Tekrar bir dakika kaçak olur. Ya ana aytdı o da Ya da aslında. neleri var? Yok onda emas, aktarlar yagam yok. Derdim yani halal. Yok, bunu болғанда ол бірлет беріңіз ғой сіз бізге. Ағы да қосылып жатыр ғой бізге. Адамдар қосылып жатыр, иә? Просто қайталанып жатыр да мысалы. Қайталанғанда мысалы басқа да қайталана береміз. Артынан қосып жатыр. Мына айтты, мынандай да жағдай бар екен. Мына қамалған адамдардың ішінде көбісі жаңағы прокурордың қамқорымен қамалғаны бар. Прокурордың қамқорымен қамалғандар. Сол прокурордың қамқорымен қамалғандарға артынан шықпай. Ал енді бірақ ол қамалған. Ол қолын көрді, сүргін көрді. Бірақ шықпай. Сондықтан біз жаңа талап етіп отырмыз. 2-3 куәсі болса прокурор шығаруға тиісті. Өйткені мына қыздың қамалғанын мен білемін, менің қамалғанымды біледі дегенде. Кейбіреу мысалы далаға апарып тастады. Ешқандай қамалған жоқ қой, далаға апарып тастады. Екі рет хат жазған рұқсат етілмеген. Сол Кентаудан естімегендер келді ғой, соларды айтып, ескертіп, әр жерден келді ғой, алдын ала дайындалғанда. Сонымен ана бір ай бұрынғыға рұқсат етілмеді, көлік жүрісіне кедергі болады деді. Содан енді екінші рет енді бұйыр кедергі болса тәуелсіздік алаңы деп оны сұраған. Оған рұқсат бермес енді. 150 адамға рұқсат емес. 5-6-10 шақтыға рұқсат қой деймін. 150 деп көрсеткен, сондықтан ондай көп адам нерде көлік жүрісіне, қауіпсіздікке кедергі болады деп рұқсат етпеген екен. 150 адам деп жазған бекер болыпты да. Гүлбахрамдар 11-де деп отырып жүреді. Бүгін 11-де деп жазып жүрді ма? Білмедім ол. Олар басқа не шығар? Гүлбахрам сайлаған болу керек ана. Әкімшіліктің шаралары сол өткізілді. Ескерткіште 11-де деп жазып жүрді. Иә, 11-де бар көріп, чөгі көрсетіп көрсетіп. Жоқ, ана рұқсат етілмеген ғой. Үкімет деген енді сайлап қойған орын ғой. Халық бағыну керек үкіметке. Дұрыс қой. Сіздерге басқаларға мынау керемет нәрсе ғой. Мынау бүкіл тарихы, Ләззаттың бүкіл тарихы. Ал енді бүгін туған күніне 25 жыл мына іс-шаралар өтпей жатыр. Ал енді бұны қалай деп ойлайсыз? Бұны 5 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіп келе жатырмыз. Жаңағы кино үйінде болды, кеш ұйымдастырып, кездесуі шеше анасымен. Сондай шаралардың жалғасы ғой бүгін заңда. Соған рұқсат етілмеген. Бірақ бүгін әлгі 11-де Гүлбахрам шақырып жатыр. Соған келдіңіздер ме? Жоқ, жаңа Болатбек Төлепберген айтады. 11-де деп маған жаңа сообщение жіберді. Кәні Болатбек кетіп қалды ма? Кетіп қалды. Жоқ, қазір айтты ғой сол. Гүлбахрам 11-ге шақырып жатыр деп. Иә. Айтты осылай, 10-да жиналып. Бүгін 1986 жылы желтоқсан көтерілісінде құрбан болған қазақтың шығармашылығының бірі осы националдық көтерілістің күрескері Ләззат Асанова сіңілімізді еске алуға келіп отырмыз. Бүгінгі күні Ләззатымыз тірі болса 41 жасқа толар еді. Әттең әрине бұл жерде біз барлық желтоқсандықтарымызды 1986 жылы қайтыс болған, құрбан болған, онан кейін де сол 86-ның зардабынан қайтыс болғандарымызды әрдайым солар туған күндерінде, қайтқан күндерінде келіп еске алып отырамыз. Ол біздің парызымыз, өйткені біз мына ұрпаққа, мына халыққа осы егемендіктің қалай келгенін дәріптеп ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп тарихта қалдыру біздің парызымыз деп ойлаймын, тірі қалғандардың. Гүлбахрам ханым, осы үлкен мәдени маңызы бар, тәрбиелік маңызы бар шара екен. Осыған Алматы қаласы әкімдігі рұқсат берілді ме? Енді болашаққа сіз оны жақсы білесіз. Жазуын жазып тапсырмаймыз. Әкімшілік тарапына хат жаздық.
еске алу жаңағы Ләззат Асанованың музыкалық оқыған училищесінде тақта қою. Сол жайында қазір іс-шара дайындалып жатыр. Осы тамыз айының ішінде өзінің сол оқыған білім ордасына Ләззаттың естелік тақта қою жайлы. Бүгінгі күнге енді біз арнайы рұқсат сұрадық. Рұқсат сұрағанда негізінде жасыратын ештеңесі жоқ. Біз басындағы айтқанбыз. Осы 1986 жылы осы жерде біздің қанымыз төгілген, о дүниеге жанымыз берілген көбісіміздің. Сондықтан бұл жерге біз рұқсат сұрамаймыз. Өйткені әрбір қайтыс болғандарымызды еске алу үшін оған рұқсат сұрай беретін болсақ, онда білмедім. Онан да бізден рұқсат сұрасын. Осы алаңның жаңағы бүгін аруақтар жүрген шығар солардың. Сондықтан бұл жерде келіп қазақтың жер үшін, ел үшін, тәуелсіздігін үшін күрескен біздерге барып, әркімнен жаңағы есік қағып рұқсат сұрау енді білмеймін, бұл өрескел деп ойлаймын. Бірақ міндетті түрде біз жаңағы ескертіп, осы іс-шараға ол кісілердің де жасаған программасы бар әкімшіліктің. Бізбен келісіп отырып, соған байланысты айтылды. Әкімшіліктің представительдері келді ғой деймін мінекей. Сондықтан қарсылық білдіріп, басқадай бізге ештеңе деген жоқ. Өте орынды нәрсе, бұндайға дейін жоқ. Ал енді тамыз айында сол әкімшіліктің жаңағы көмегімен, бағдарламасымен дегенде әрине ол тақталар ұлықсатпен мемлекеттік бір деңгейдегі қаулылар қабылданып қойылады. Сондықтан ол не жасалынып жатыр. Осы алға беріп тамыз айының ішінде өткіземіз. Сол өзінің училищесіне осы жерде Ләззат Асанова халықтың қаһарман қазақтың қызы оқыған 86 жыл қайтыс болған жайлы баяндалып тұратын тарихи тақта қойылатыны ескеріліп отыр. Рахмет.